Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектебінің 8 сынып білім алушылары. 8 сынып білім алушыларының орындауында Абайдың 17-ші қара сөзі. Сынып жетекшісі Ильясова Ақжарқын. Ғылым, өзіңді білесің ғой, менсіз ешнәрсе кәмелетке жетпейдіғын. Ең алдымен өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйренуің керек, ол да менің ісім. Құдайға ғибадат етіп, оны орнына келтіру де менің ісім. Абырой мен мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз болмысын нәрседен аулақ етіп, бойды таза ұстау да менің ісім. Олай болса, ақыл мен жүрек маған қалай таласпақ? Не дүниеге, не ақыретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен, сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екенсің, менсіз залалдан қаша алмайды екенсің, менсіз ғылымды іздеп таба алмайды екенсің. Мына екеуі осыны біле тұрып, менімен қалай жарысады? Сендер менсіз неге жарайсыңдар? Мен адамның патшасымын, қан менен тарайды, адам жаны менде өмір сүреді. Менсіз тіршілік жоқ, мен таза болсам, адамның жаны да таза болады. Жарайды, барлықтарың өз өнерлеріңді айтып таластыңдар, тармастыңдар, үшеуіңде жарадыңдар. Енді менің сөзімді тыңдаңдар. Қазір сендердің жақсы және жаман қасиеттеріңді айта кетемін. Бірінші, қайрат. Я, сен күштісің, адамға сенім бересің, адамға қайрат бересің. Бір опасыздыққа итермелеуі мүмкін, сенің соның жаман. Ақыл, сен жарадың, сен адамға ақыл бересің, сен болмасаң мені кім түсінеді? Бірақтан сен адамға ұяттың не екенін, ақылдың, қайраттың, жүректің, жақсылықтың, жамандықтың не екенін білдірмейсің, оған ұғындырмайсың, сенің соның жаман. Ал мен осы жерде жүректі жақтағым келеді. Адам жүрексіз өмір сүре алмайды. Жүрек тоқтап қалса, адамның өмірі де тоқтайды. Барлық қан жүректе сақталады. Жүрекке әмір жүрмейді. Жүрегің болмаса өмірде сүре алмайсың ғой. Жүрегің болмаса ақыл, қайраттың керегі не? Осы жерде мен жүректі жақтадым. Жүректеріңді қорғаңдар. Жүрексіз еш нәрседе бітіре алмайсыңдар.